Ey dünyayı qanday eдің? Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгінгі кітаптар әлеміне саяхат айдарымен Алаштың белгілі жазушыларының бірі Бексұлтан Нұржекеевтің «Әй дүние» роман кітабына шолу жасаймыз. Жазушы Бексұлтан Нұржекеевтің бұл романында қазақтың ой санасын өзгертуге түрткі болған тарих беттеріндегі аса айтулы көтерілістерді басты кейіпкер Шайы Тілеуқызының басынан өткен оқиғасы ретінде баяндайды. Романдағы басты кейіпкер жиынтық образ, оның тағдыры қазақ халқының тағдыры. Жазушы өзінің сұхбатында бір шайының өміріне қазақтың өмірі сыя ма? Бәрін сыйдыру мүмкін емес, бірақ негізгісін алдым дейді автор. «Әй дүние» романы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінен бастап 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінде бас кейіпкердің басынан өткерген оқиғасы ретінде суреттейді. Бақытты боламын, өзім сүйген жігітке тұрмысқа шығамын деген 16 жасар кішкентай қыздың асқақ арманы бұл романда қазақ халқының басына түскен дүрбелеңмен сабақтасып кетеді. Жазушының бұл романындағы сюжет 75 жыл аралығын қамтиды. Романда 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялағандығын естіп, Құдай бар екен ғой деп тебіренген Шайы айрықша халде көз жұмады. Шығарма аз сөзбен көп ойды меңзеу мақсатында жазылған.